Ал қадірмен достар, біз сонау Маңғыстау жеріне қарай Ақтау қаласына ұшып бара жатырмыз. Ербол екеуміз. Жалпы бұл стадионды бізге не үшін көрсетіп жатырсыз? Жалпы не өзгеру мүмкін бұл жерде? Стадионға барып жанкүйерлермен сөйлесеміз, басшылармен сөйлесеміз, олардан сұхбат аламыз, енді тартысты жақсы блог түсіреміз. Вот тоже как стадион построили, здесь ничего не делали. Алло. Мінекей қадірмен достар, Скат әуе компаниясының бортында қазір Ербол екеуміз Ақтау қаласына ұшып бара жатырмыз. Маңғыстау деп жатырмыз. Биыл Қазақстан премьер-лигасында керемет өнер көрсеткен жанкүйерлердің көзайымына айналған Каспий футбол клубы туралы арнайы видеоблог түсірмекшіміз. Жанкүйерлермен, футболшылармен, футбол клубының басшылығымен кездесеміз. Ербол, қандай пікірдесің жалпы? Негізі өте тартысты керемет видео болады. Ең бастысы Санжар Сейтқазиновпен сөйлесеміз, көптеген сұрақтарымыз бар. Келесі жылы Каспий не істеуі мүмкін деген сияқты, иә? Еурокубоктық орындарға таласа ма, таласпай ма? Сенсация. Стадионның мәселесі туындап тұр. Мен үшін өте қызықты проблема. Егер мысалы осындай қалада ірі жақсы стадион салса, жақсы болады. Құрамада Ақтауға келетін шығар. Сонымен қатар футболистермен кездесеміз, Нұралы, Данияр Русиновпен және Каспий футбол клубында өнер көрсеткен мысалы Амандық Набихановпен немесе басқа жігіттермен Руслан Жаныспаевпен кездесеміз бе? Ана Руслан Жаныспаевпен есеге шақырамыз. Танымал болып кетті ғой қазір. Жақсы, жігіттер. Вот зарядка, все заряжаем здесь же. Да. Каспий футбол клубы 1962 деймін. Бірақ 1986 жылы құрылған, бұл клуб негізі. Негізі енді Каспий 62 жылы. Тарихы сонда дейсіз. Иә, ПГМК деген. 16 жылы Сәрсенбек Телжанов ағамыз соғыс ашқан клубты. Сонда футбольный алаң Местных привлекли. шетінде Сертификат не пройдет никак. Беговой дорожка соқпаған. Иә. Тура осындай стадионда Андорра Лавелияда да кездестіруге болады. Жан-жағында осындай ғимараттар, үйлер. Қазақстан құрама командасы Андоррамен кездескен. Сол кезде бірде-бір тең аяқталған еді. Тура сол стадионға ұқсап кетті. Каспийдің стадионына да табаны тиіп отыр. Маракана, Бернабеу, Nou Camp сияқты стадиондарда болдым. Және мінекей Ақтаудағы Каспийдің стадионына деген. Аты Жасқанат, қателеспесем. Добавлять, чтобы их не переделать. Ну и плюс дополнительные места для рекламы на тех же козырьках. Может получиться уютный стадиончик. Единственный наш минус то, что у нас трибуны прям впритык. Там вообще безопасное расстояние повыше, 4 метра. Повыше, чем были. Ну да, ну некуда расширяться. С двух сторон дорога, даже с трех, прям подпирает впритык. Крыша соғушы төбесіне. Сол төбесін қазір проект жасаймыз ақырында. 15% шатыр жабылу керек қой негізі UEFA стандарттары бойынша. А біз бүкіл трибуналарды жабамыз. Ну и плюс здесь на жаре. Тура Ақтөбенің стадионы айным қалай деп тұр. Солай ма? Ереке шапка қайда? Қыс қой қазір, қыс мезгілі. Бас аман болсын деп жүрміз. Шаш аман болсын. Антифриз қиып алып. Енді осы по ходу сезона алынған естелікке алған суреттер. Мен көрдім уже инстаграмда. Все забирает. Мынау енді Манчестер Юнайтедтен кейін. Мынау Бельгиядан кейін ойында. Футбол алынған. Сол қош келдіңіздер.
Бондаренко дейді. Біздің Бондаренко ғой. Біздің емес. Дидар Садықбек па ма? Иә. Сербаев, Розбакиев. Ауыз теп қойдың да, көз детства. Барбарис Бюшес. Рахмет. Каспий футбол клубының баспасөз қызметі өте қонақжай екен. Осы жақта енді, осы жерде отырамыз. Осы жерде. Тамаша. Жайлап. Мына жерден тамаша көрініс екен. Не в отличие от других кабинетов, у вас все в порядке условия? Вид какой у него. Иә. Кішігірім енді бардак, мен полоске өте бардакты жұмыс жасаған жақсы көреді. Ертайда жұмыс істейді. Қонамыз ғой 24 нәрсе. Жерде жатады, азында отырса тренировка болады дейсің. Чина вот у нас все рисует, вот эти все, как фоновые эти все вещи. То есть не заметили, вот у нас с лета начали мы там все соцсети. Мынау киім шешетін бөлмесі. Каспий футбол клубының мінекей өздеріңіз көріп отырсыздар. Өте жақсы. Сыржан Благоевичтің сызба нұсқасы мінекей. Қорғаныста бір 7-8 адам жүреді, қалған жабылды. Керісінше екен ғой, бұлай қараңыздар. Тамаша. Жақсы екен. Карантиннің кезінде мінекей осындай пайдаланады екен. Карантиндегі жазу бар. Баспасөз мәслихаты. Каспий. Опять же, говорю, тот большой зал хочу переделать и потихонечку там побольше места сделать. То есть технические комнаты, все это. Помещение есть, да, помещение есть, надо просто вкладывать это все делать. Мінекей алтын допты жеңген ақтаулық ойыншы Руслан Жаныспаевтың марапаты. Дети раздевалочки просто старые, их еще не делали. В перспективе сделаем потихоньку все. Там даже такой же у США у нас сидят там. То есть кабинеты тоже будут кого-то. Они все там базируются. Сәрсенбек Қошкелдіұлы Келжановтың мінекей тақтасы тұр екен осы жерде. Жалпы футбол клубының ашылуына көп қызмет еткен кісі облыс футболының дамуына зор үлес қосқан. Сонымен мінекей Каспий футбол клубы стадионның айналасын барлығын көрсетіп жатырмыз. Мінекей мынау футболдың бір нышаны, осында стадион бар екенін көрсететін бутсы мен доп. Ақтау қаласының жанкүйерлері осы доппен бутсыды көріп, артымызда тұрған стадионға келіп жанкүйерлік етеді дейді. Сол енді Ақтаудағы репортажымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Біздің YouTube арнаға жазылып жүріңіздер достар. Ақтау қаласының маңында, қаласының ішінде дәлірек айтқанда, бұрынғы негізгі Каспий футбол клубының құрылған жері, баяғы 98-99 жылдары футбол ойнаған команданың негізгі стадионы болған. Енді халықтың арасында құмды жер деп айтады. Міне осы жерге келіп тұрмыз. Тура осы стадионда кезінде осы Каспийдің мықты деген басқа премьер-лиганың клубтардан ауысып кеткен футболшылар ойнаған екен. Труд стадион деп жатады. Қазір осындай жағдайда. Дәл осы жерді қайтадан көркейтіп, жақсы стадион жасауға болады дейді Каспий футбол клубының басшылығы.
Мінекей сол стадионның маңына келіп тұрмыз. Бұл стадион жақын арада жөндеуден өтуі мүмкін бе, жалпы қайта тірілуі мүмкін бе? Осы сауалдарды Каспий клубының басшысына қойғымыз келіп отыр. Санжар, жалпы бұл стадионды бізге не үшін көрсетіп жатырсыз? Жалпы не өзгеру мүмкін бұл жерде? Осы жерде база салынса жақсы болар еді. Қазіргі кезде бұл жер қалалық акиматта. Соны қайтадан алып жатсыздар, Жоқ, әлі жоқ, бірақ та қарап жатырмыз. Инвестор іздеп, проектілерді қарап жатырмыз. Қалай? Клубтың өзінің базасы болу керек енді қанша дегенмен. Соны осы жерде осы жасап. жерде база болса, әдемі болар еді. Ғалеке, енді сіз бұрыннан білесіз ғой енді осы жерде. Бұл стадионның бір қандай қасиеті бар? Мынау Каспийдің жағасында екен өзі. Қайтарып алуға бола ма өзі, жалпы жасауға бола ма? Енді әкімшілік тарапынан енді қарсылық болмайтын шығар. Жалпы болашақта бізде енді бұл жерде қаншама біздің ойыншылар шықты. Өзіңіз білетіндей 96 жылы осы жерде Құрбан Бердиевтің өзі тренер болып бапкер болған. Иә. Сол себепті бұл жерде шын айту керек ол кездерде. Жаңа ғана Глазунов деп жатырсыз, Котов деген, иә, өзіміздің жаңа айтқан осы маңғыстаулық түлектер. Одан бөлек жаңа Еремчук, әлем чемпионатында ойнаған 86 жылы. Авдеев, Агай деген, мысалы, сол кісілер осы жерде ойнаған қаншама ойыншылар шықты. Сол енді 21-ші ғасыр деген сияқты. Стадионға қарап енді қазір 21-ші ғасыр алыстағып біткен сияқты болып көрінеді. Енді бұйырса енді болашақта енді өзгерістер болады деген ойдамыз. Сол бағытта жұмыстарымыз жатыр қазір. Енді бір серпіліс болады шығар деймін. Сол кездегі мынау мұнайшы футбол клубы болды ғой енді бұл жерде тарих бойынша. Сол мына Каспийдің бір толқынына қарап қойып шабыттан футбол ойнаған сияқты ғой. Сол кезде қатты ойнаған жоқ. Әрине, бұл жерде енді футбол ойнаудың өзі бұл біздің қарт Каспийдің жағасында өте ерекше. Таза ауа. Жаздың кездерінде тіпті мына жерде жастарымыз ойнап суға түссе де қаншама қазіргі уақытта енді пандемияға байланысты ішкі туризм дамытып жатыр. Маңғыстауда келетін, мысалы, айтады ғой Маңғыстау аспан астында мұражай деп. Сол мұражайдың бірі осы Каспий алаңын болашақта. Мына жерде футболшылар ойнап болғаннан кейін душ қабылдамай тіке Каспийге түсіп кетсе болады екен. Ойда болады. Кәдімгі табиғи. Мен Испанияда боламын ғой, жаңа Хихон, Сантандер, жаңа сол Расинг дейміз ғой, жаңа футбольный клубтардың барлығы осындай жаңағы теңіздің жағасында ғой. Сол стадиондардың барлығы соның жағасына салады. Соның не қасиеті бар екен десем, соның жаңағы судың несі әсері бір табиғи не футболшыларға пайдалы ғой. Жаттығуды да мысалы жаңа айтқан сбор дейміз ғой. Жаттығулар жағада да құмда да жасай береміз мысалы. Қазір бізде осы 2-3 жылдықтан бұрын мысалы жағажай футболында болған бізде. Соны қазір енді жаңадан осы жағада жаңартып жатыр. Сол бағытта да қазір жұмыстарымыз жатыр. Мынау енді бағанан бері мен де бір есіме түсіріп жатырмын. Енді Бразилияда осындай ғой жағдай. Жасыл алаң тұрады, мына жақта теңіздің жағасы, құм. Мына құмда ойнаған балалардың көбісі аяғының мықты шеберлігі болады, иілгіш болады, жілігінің майы бар дейміз ғой қазақша. Сондай адамдар, топырақты жалаң аяқ ойнап өскен адамдар ғой. Енді бәріміз де осы жерден сөйтіп өстік қой, жалаң аяқ расын айту керек. Осы мектепте бәріміз өстік, осы құмда ойнадық. Қазір енді өзіміздің алаңымыз бар, 13-ші микрорайонда жас қанат спорт стадионы. Сол жақта қазір біздің командамыз ойнап жатыр. Бірақ жалпы енді жастар жағы осы жерде залымыз бар. Ана кішкене зал ғой. Спорт залымыз бар осы жерлерде. Жалпы енді болашақта бір өзгеріс болып осы бағытта жұмыстан жатыр, стадион салуға деген сияқты. Дұрыс, тамаша. ойдамыз. Енді мына биыл өздеріңіз білесіздер, Каспий футбол клубы Қазақстан премьер-лигасында мына көрермен көзайымына айналған команданың бірі. Жергілікті жас жігіттерді шығарды, біраз талантты ойыншыларды шығарды. Ербол, енді өзің енді бірінші рет келіп отыр екенсің Маңғыстау жеріне. Қандай пікірдесің? Осы өңірде футбол қайта жандануы мүмкін бе? Біріншіден, осы жер тарихи жер. Себебі 90-шы жылдары Құрбан Бердиевтің командасы мұнайшы осы жерде, осы стадионда ойнады. Бұрын адамдар да келді, барлық жағдайлар жасалды команда үшін. Енді сіздің сұрағыңызға орай, менің ойымша, осы Ақтау қаласында жаңа топ-клуб салуға барлық мүмкіндіктер бар. Егер қаражат бөлінсе,
онда Санжар Сейтқазинов сияқты басшылық жаңа стадион осы жерге инфрақұрылымды салып, теңіздің бойында тұрған стадионды жөндеу жұмыстарын өткізіп, осы жерде премьер-лига матчтарының ойындарын өткізуге болады. Сонымен қатар жас қанат стадионда сол жерде де жақсы стадион, жақсы реконструкция жасатып, сол жерде премьер-лига матчтары ойнатылады. Енді осы спорт кешенінде барлық жағдайлар жасалса, онда осы спорт кешенде жасөспірімдер спортпен шұғылдана бастайды. Енді ол түсінікті, әр футбол клубының премьер-лигадағы инфрақұрылымдары өте нашар ғой жалпы ше. Сондықтан сол инфрақұрылым жөндеу үшін осындай нәрсе жасау керек. Енді Санжар мырза, сізден тағы да бір сұрағым келіп отыр. Биыл Каспий енді премьер-лигада қалды. 19 жыл бойы премьер-лига шықпаған еді. Қалаға сізде енді жаңадан келіп осы жақта футболды бір көтеріп жатқан жайыңыз бар. Қалай енді қаладағы адамдардың атмосферасы, футболға деген көңіл күйі, бұл жақта бір оятуға бола ма? Жамбылдағыдай, Шымкенттегідей, бір Қарағандыдағыдай футбол таланттарын шығаруға бола ма мына жерде? Әрине. Ақтау футболдық қала. Футбол жақсы көреді адамдар мына жерде. Әсіресе кіші футболды, футзал жақсы көреді. Иә, футзалда. Ақтау жақында футбол меккасына айналады. Менің болжамым. Бұйырса Ақтөбе сияқты футбольный город деп келесі 5-6 жылда жоспар, сондай жоспар бар. Көреміз, инфраструктура керек. Сол көп жұмыс бар әлі. Соған жету үшін. Ал біз сол тілектеріңізге жете беріңіздер дейміз. Әлбетте мынандай қарт Каспийдің жағасында, мынандай керемет Ақтау сияқты қалада, оның үстіне Еуропаға жақын, өздеріңіз байқадыңыздар, Әзербайжан дейміз, Түркия дейміз, Ресей, сол жақтардың барлығына жақын. Сондықтан да осындай керемет қарт Каспийді жарнамалау үшін, туризм саласын дамыту үшін футбол клубы міндетті түрде болу керек. Және биылғы премьер-лига бізге көрсетті, қандай мықты қазақтың жігіттері футбол ойнай алатындығын дәлелдеді. Оның барлығы осындай ауыл жерлерде, былайша айтқанда құмның үстінде жалаң аяқ футбол ойнап өскен балалар деп ойлайтын мен өз басым. Қадірмен достар, сонымен біз жаңа ғана айттық, Ақтау қаласында, жалпы Маңғыстау өңірінде үлкен футболға қарағанда кіші футболдың да өте мықты екендігін айттық. Футзал былайша айтқанда. Қазір Ербол екеуміз бір жарысқа келіп тұрмыз. Ербол, қандай жарыс болып жатыр, айтып өтсең? Негізі Ақтаудың біріншілігі, Ақтау қаласының біріншілігі ардагерлер арасындағы өте тартысты ойын. Меніңше әрбір ардагер жоғары техникалық дәрежеде ойнайды деген ойдамын. Себебі осы жерде футзал өте қатты дамыған. Қателеспесем, осы қалада 5 дивизион бар. Солардың бірі ардагер лигасы. 50 жастан асқан командалар, Қадірмен достар, мен қазір Каспий футбол клубының үйі десек те болады, базасы дейміз. Енді сол жерге келіп тұрмыз. Мінекей мынандай картиналары, жастардың жеткен жетістіктері барлығы көрсетілген екен осында. Соның фотосын Ербол екеуміз көріп жатырмыз. Мұнда Ғалымжан Балтілеу мырза көрсетіп жатыр бізге. Мына жерде енді арасында ойнайды, настольный теннис ойнайды. Бос уақыттарында. Телевизор көрсе болады екен. Сосын немен айналысады футболистер? Бір күн қалған кезде осында келеді ғой, карантин. Енді карантин бұрын енді болған, қазір. Қазір онсыз да бүкіл ел карантинде. Сосын енді мына жақты көрейік қазір. Тамаша конференц-зал бар екен. Осында енді бапкер бірден айтады, видео көрсетеді, теория болуы мүмкін, андай тақталар тұр ғой. Мына Қазақстан көк осында тұрады екен. Мынаны қараңыздар, мінекей. Мынандай кітаптарды көрдіңіздер ма? Каспий футбол клубының ойыншылары осы жерден алып кітаптар оқиды екен. Мінекей жарық жанса. Көрдіңіздер ғой? Каспий футбол клубының футболшылары тек қана футбол әліппесін ғана емес, әдебиетті де оқиды екен. Мінекей неше түрлі әлем әдебиетінің кітаптары тұр осында. Барлығы теріс қарап тұр екен, бірақ мінекей біразы былай қарап тұр. Бюроканский Мирилиан деген кітап оқыған екен. Каспий футболшылары сондай оқымысты, білімді, мінекей көрдіңіздер. Қазақстанның футбол клубтарында ондай футболшылар жоқ шығар дейміз. Тамаша, мінекей.
Осы кітаптардың арқасында, сол жақтан алған білімнің арқасында Каспий футбол клубы биыл премьер-лигада қалды, мінекей көрдіңіздер. Білім мінекей көп жерге жетелейтін. Білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар деген осы расын айтуымыз керек. Сонымен бүгін мінекей Ақтау футбол мектебінің түлектерімен кездесу болды, жанкүйерлермен. Жалпы кездесу қалай өтті, жанкүйерлердің сұрақтары қалай болды дегендей бір-екі ауыз айтып жіберсең. Сол біріншіден шақырғандарыңа рахмет. Осы сіздерге келгендеріңізге рахмет. Сіздің Ерболды. сол сізге көп рахмет, сол келіп шақырып жатқандарға. Сол міне балдарға бір тілейтінім сол футболдан тек үлкен жетістіктерге жетіп, еңбек етіп, Алла тағала көріп тұр ғой бәрін. Еңбек етсең, ерінбей, тіленбей дегенде, Рамазан айтқандай. Сол. Сен енді осында қанша уақыт боласың? Алматыға кетесің бе айттың? Бұйырса январдың 11-інде қайтамыз. Сборымыз уже басталады бұйырса. Қайратта қандай жаңалық болып жатыр енді? Биыл чемпион болды, өзгерістер болатын шығар бір? Сол бұйырса жаңа игроктар кететін шығар командада. Сол Вагнер Лав сияқты бір танымал тағы да ойыншылар келеді дейді ғой, Қорғанысқа. Қайрат аға шешеді оны. Қайрат ағаның көңілінен. Сосын көбісі сұрап жатыр ғой енді Қайраттың жанкүйерлері, Бауыржан Исламхан енді ол қайда, Алматыда ма, клубқа келді ма жалпы, жоқ әлде Қайратқа қайтып ауысуы мүмкін бе деген сияқты. Шынын айтайын білмеймін, бірақ ол пока соңғы рет Алматыда көрдім осы сезон біткенде. Алла оның ауылдағы будущесі білмейміз дейсіз ғой. Дұрыс, сонда жақсы рахмет. Сен Максим Бречкісің ба? Макс деп маған өттім. Өздеріңіз білесіздер, кезінде 2014 жылы Орле Бразил академиясына барып мен арнайы видео шолу жасаған едім. Сол видео шолуның ең соңында болған Мақсат Тайкенов те тұр алдымызда. Мақсат қазір өсті, кәдімгі Каспий футбол клубының негізгі белді ойыншысы. Мақсат енді жалпы сол Орле Бразилден бері оқиғаларды айтып өтсе, мен енді ортада не болған білмеймін ғой. Жалпы қай жақта ойнадың, қалай Каспийге алдың деген сияқты. Бразилиядан келіп 2015 жылы Байтөбек клубында ойнадым. Астананың Астанада болды ғой. Байтөбекте 2 жыл ойнап, сосын өз қалама келдім. Ақтауға келіп. Ақтауға келіп, 2017 келіп, осы 3 жыл ойнап келіп жатқаныма. Сол ойнап. Биыл енді Каспийдің сапында бірінші рет премьер-лигада ойнадың, жергілікті командамен шықтың, енді біраз уровеньді деңгейді көрдің ғой КПЛ-дің. Қалай екен жалпы енді? Оны енді ойнап кетуге бола ма екен? Болады ойнап. Оны сөзбен айта алмайсың да. Ұсыныстар бар ма басқа клубтардан? Ұсыныстар пока жоқ басқа клубтардан. Құраманың бапкерлері звондады ма? Звондаған жоқ. Менің жұмысым тек жұмыстану. Ешкім хабарласқан? Ешкім хабарласқан. Бірақ енді жұмысымды жасап. биыл енді Каспий қалды ғой премьер-лигада. Енді осы командада қалатын жоспарың бар шығар енді әлі әзір. Жоқ әлде жақсы бір клубтардан ұсыныс болса кетімге бола ма? Қандай пландарың қалай өзі жалпы? Оны сол үйдегілермен шешесін, агентіммен шешесін сөйлесін. Агентің бар ма қазір? Агентім бар. Кім ол? Асқар Байтенов Беркович дейді. Түсінікті. Дұрыс, енді мынау жалпы Каспий футбол клубының жанкүйерлеріне, біздің ютубтағы оқырмандарға қандай бір тілек айтасың? Жаңа жыл болып отыр ғой. 2021 жыл келді мінекей. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Осы жыл енді қиын жыл дейміз, енді пандемия дейді, бүкіл әлемде коронавирус дейтін, бүкіл адам қайтты, уақыттар болды. Енді тек денсаулық тілеймін келесі жылға. Аман жүріңіздер тек. Чемпионатымыз мықты болсын. Жанкүйерлермен дейсіз. Өз қаламызда қабылдайық ойындарымыздың бәрін. Жанкүйерлер болсын тек. Тепкеніміз гол болсын. Ақмол болсын дейсің ғой. Дұрыс, рахмет. Мінекей күні кеше ғана мінекей осылайша Орле Бразил академиясында болған Мақсат Тайкенов мінекей қазір Каспий футбол клубының негізгі белді ойыншыларының біріне айналды.
маған сенім артты. Енді видеоларда көріп тұрсыз ғой интернетте. Қадірмен достар, сонымен Ақтау қаласындағы видео шолуымызды одан ары қарай жалғастырамыз. Арасында мінекей Әбіш Кекілбайұлы атындағы Маңғыстау облыстық тарихи өлкетану музейіне келдік. Қазір ескерткішінде көрсемін. Мұнда біздің осы Маңғыстау жерінің белгілі ақын жазушылары келе жатыр. Светқали Нұржан ағамыз мінекей ортада кетіп бара жатқан байқап отырсыздар. Мінекей тамаша жер екен. Ақтау керемет. Жаңа қала салынып жатыр десек те болады. Тамаша құрылыстар. Каспийдің жағасы. Музейден музей. Бірақ бұл қалаға спортты дамыту үшін жалпы жаңа енді Каспий арена сияқты, Ақтау арена сияқты жерлер бар енді жаңадан салынып жатыр. Бірақ дәл футболды дамыту үшін жасыл алаңдар, яғни газондар жетіспейді. Барлығы футзал ойнайды. Футзалға әбден қатты беріліп кеткен, бірақ үлкен футбол ойнайтын адам жоқ. Әбіш атамыз Кекілбайұлы Үркер, елең алаң деген романдарын кезінде Казгуде жаттап, жастанып оқыған едік. Сол кісінің алдына кеп тұрмыз. Былайша айтқанда, Ақтауға келіп, бұл кісінің ескерткішін көрмей кету мүмкін емес деп ойлаймын. Талай тарихи романдар жазған кісі. Мінекей, қадірмен достар, жалпы видеоблогта біраз нәрсені айтуға, көрсетуге тырыстық. Каспий футбол клубының басшылығымен сөйлестік, футболшыларын да көрсеттік дегендей. Сонымен біздің видео шолуымыз аяқталады. Пікірлеріңізді аямаңыздар. Шын айтқанда лайктарыңызды аямаңыздар. Сіздердің пікірлеріңіз маңызды. Бұл видео шолуды бүкіл Ақтау жұртшылығы, сонымен қатар Қазақстанда футболға қызығатын адамдардың барлығы көреді деген ойдамын. Сондықтан да өңірдегі қандай да біз ұмытып кеткен проблемалар, мәселелер болса, міндетті түрде жазыңыздар.